Баршаңызға сәлем. Біз бүгін сіздермен осындай формаға салынған жент қазақи десертін дайындаймыз. 200-300 граммдай женттің үстіне қант ұнтағы мен ертілген қолдың сары майын және де сгущенканы қосып жақсылап араластырамыз. Осындай консистенция шыққаннан кейін қолмен дөңгелетіп, шарик жасап, немесе әртүрлі формаларға салып, бетіне шоколад жағып, десертіңізді ұсына беруге болады. Менде арнайы формалар болмағандықтан мұздатқышқа мұз салатын форманы пайдаландым. Өте тиімді. Жентті салмас бұрын кез келген ертілген шоколадты формаға құйып, келесі жентті салып, біраз 20 минуттай морозильникте ұстайтын болсаңыз, өте әдемі десерт шығады. Қасиетті Рамазан айында келіп қалды. Ауызашарда немесе кез келген қонақтарға осы десертті ұсынатын болсаңыз, өте тәтті және де көз тартарлық десерт кез келген дастарханның көркі болатыны сөзсіз. Каналыма жазылып, лайк басып, қазақ контентінің дамуына үлес қосыңыз.